Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып математика. Екінші бөлім. 89-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы теңдік және теңсіздік. Балалар, суреттерге назар аударамыз. Суреттер мен оларға берілген жазбаларға қара. Бұл жерде балалар 2 мен 1-дің қосындысы және 1 саны мен 2 санының қосындысы екеуі де қандай белгі тұр балалар? Теңдік белгісі тұр. Яғни екі жағы да бірдей мәнге ие деген сөз. Екі жағы тең. Теңдік дегеніміз осы балалар. Келесі мына суретке назар аударамыз. Бұл жерде балалар, мына суретте киім киген балалардың көйлектері, қыздардың көйлектері 3, ұлдардікі 6. Яғни екі киімді салыстырсақ, бұл жерде теңдік па, теңсіздік па? Әрине теңсіздік. Қалай сонда теңсіздік болады? Бұл жерде екі жағы бірдей мәнге ие емес. Себебі ұлдардың киімдері көп. 2 саны мен 1 санының қосындысы бізде 3-ке тең. 3 саны мен 3-дің саны қосындысы 6-ға тең. Яғни бұл жерде балалар теңсіздік. Есіңде сақта, сандарды салыстыру үшін олардың санды кесіндідегі орындарын салыстыру қажет. Оң жаққа қарай орналасқан сан үлкен сан болады. Есіңде сақта, екі өрнекті салыстыру үшін олардың мәнін тауып, шыққан сандарды салыстыру қажет. Балалар, екінші мысалға назар аударамыз. Ұлттық киімдерді сана. Сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құр. Жұптық жұмыс. Үшінші мысал. Әріпті өрнектерді салыстыр. Оларды түсіндір. Математика күнделікті өмірде. Әр суретке сәйкес келетін өрнектерді таңда. Олардың мәнін тап. 5-ші мысал. Есепке сұрақ қой. Есептің қысқаша жазылуын тап. Оны шығар. 6-шы мысал. Балалар, есепте. Балалар, тапсырмаларды орындап болсақ, сендерге қызықты тапсырма дайындадым. Бұл жерде сендер жіптің екінші ұшын табуларын қажет. Әр жіптің ұшын тиісті түспен бояу арқылы екінші ұшын табасың. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.